Сол жерде мыңнан астам үй тігілді деп айтады, рас болса. Жігіттер таяқты үйдегі жорғамен апарып береді екен. Анау Туканың айтатыны бар ғой, аттар ортада таксабайт етіп жүр. Ұлан асыр той, қырғыз қазақ жиналып той берді, ас берді деп айтатыны бар ғой. Болған нәрсе. Асаба деген факультет ашу керек. Міне сол кезде той мәдениеті, тойдың көркемдігі, тойдың жаңағы әдемілігі сол кезде айқын көрінеді деп ойлаймын мен. Кейбір асабалар қай-қайдағы айтылмайтын бір анекдоттарды айтып, халыққа пайдасы жоқ бір анекдоттарды айтып мазаңды кетіреді. Сіздің әніңіз екен ғой. Мен айтам, ән сатқан адам баласын сатқанмен бірдей деймін. Ол той жамандығы болмайды еш уақытта. Қолдан келсе той жасаңдар. Бүгінгі біздің Той Лайфтың қонағы, қазақ эстрадасының аңызы, әнші, композитор, Қазақстан Республикасының және Қырғызстанның халық әртісі, біздің мақтанышымыз Алтынбек Қоразбаев атамыз қонақта. Бәрекелді аға, ассалаумағалейкум. Қал жағдайыңыз жақсы ма аға? Алтын денсаулығыңыз аман есен. Шаршамай жүріп жатсыз ба? Бүгін енді ата өнер, той, дәстүр, қазіргі қоғам, қазақ қоғамындағы болып жатқан дүниелер туралы ашық әңгімелесеміз, ашық сөйлесеміз ата. Бүгін енді өзіңізді Айдар екеуміз іздеп келдік, үйге келдік. Жақсылық бола берсін. Айтсын, әумин. Той деген сөз бұл қазақтың енді әріне бір жақсылыққа жаңа аталып жататын ырыздығы ғой. Қазақтың енді барлығына, байлығына деп айтпай-ақ қояйын. Әр қазақ қазір бай. Бекер жаңағы көз жасын көл қылып жатады. Ән айттым ғой. Көз жасын көл қылып, мына заман бүйтіп кетті, сөйтіп кетті. Аштан қалдық деп жатқандар бекер нәрсе. Баяғы ата-бабаларымыздың жаңа айтқан мақалы қой үстіне боз торғай жұмырт қылған заман осы заман деп ойлаймын мен. Қазір жаңғыз той емес, елдің әл-ауқаты өте жақсы. Кезінде мысалы өзімен шет жағасын көрдім. Мен соғыстан кейін біз тудық қой, мен екі ғасырдың өткен ғасырдың жарты ғасырын көрдім. Бұл ғасырдың мінекей ширек ғасырын көріп жатырмын, Құдайға шүкір, тәуба деймін. Өткен ғасырда соғыстан кейін елдің, халықтың жағдайы жақсы болған жоқ. Онда да Құдайға тәуба, бұған да шүкір деп отыратын. Мен әке шешем шүкір деп отыратын. Айлық бермейтін, жаңағы маңдайақы еңбектерін бағаламайтын өкімет. Ол кезде ертеден кешкі дейін табаның тозып, қой бағып, демесе бидай салып, қызылша егіп жұмыс істейсің. Сондағы тапқаның жылдық сенің жаңа тамағыңның азығы ғана. Демесе бір-екі қап бидай, демесе бір мүшек қант деген сияқты, демесе бір 5-6 қой. Соғында жұмыс істеді. Соғында шүкір деген. Ал қазіргі заман басқаша заман ғой. 90 жылдан кейін той бизнес деген басталды. Той бизнес дейді ғой, бизнес ол да. Енді менің заманымда, мен мысалы өмір бақи жетекшілік жұмыста жұмыс істедім. Оның ішінде концерттік ұжымдарды басқардым 45 жылдай. Сонау Жамбыл облысында 17 жыл директор болдым. Филармонияның, Алатау деген ансамбльдің. Алматы облыстық Сүйінбай атындағы филармонияның жетекшілік жасадым. Қазақ концерт ұжымының 18 жыл бас директоры болдым. Той деген ол кезде басқаша болатын. Тойға барайық деп, мысалы, менің әртістерім менен сұранбайтын еш уақытта. Тойға барып атқан әртісті, енді мен ешқайсысын жазалаған жоқпын, ұялтатынмын. Не бар, әртістер тойға барды деген ұят болатын баяғыда, 70-ші жылдары. Ал енді кейін 90-ші жылдардан кейін сол тойды менің әртістерім өзім тауып беретін болдым. Балам, сен енді үлкен әншісің ғой, халық танып жатыр. Осындай жақта тойға сұрап жатыр, сен бар, бала шағаның қамын ойла. Сөрден тиын тебен тап деп жататымыз. Сондай заман болды қазір. 90 жылдардан кейін енді кезінде елдер енді өзіне үй жай салып, немесе ат қора салып, немесе егін жинап сондай бизнеске айланысып кететін. Қазір қалтасы бар адам, қарны тоқ, кәдімгі ақшасы бар адамдар тойхана салатын болды. Енді оны да мен
оны мен пайда болды ғой. оны енді дәлелдеп көп айта алмаймын. Осы менің ойымша тек қана Алматының өзінде 100-ден 200-ден астам тойхана бар шығар. Ал енді біз студент кезде мен өткен ғасырдың 67 мен 73 жылдары осы жерде студент болдым. Сол кезде тойхана деген болмайтын. Бір тойхана көрген жоқпыз. Тек қана жаңағы мемлекеттік үлкен оқу орындарының асханасы немесе бір мекеменің асханасын жалдап сол жерге той жасайтын. Өзіміздің тойымыз ауылда қазақшылап жоңышқаның ішінде шөп чауып ұстап сол жерге қолдан жаңағы орындық жасап сөйтіп той жасаған. Дұрыс, енді әкелеріміздің бәрі сол кезде солай. Той демекші, той қазақтар үшін қазір енді бесік той дейді әдеп бастағанда, одан кейін тілашар той, тұсаукесер той, 10 жас той, 5 старт той, енді бір оқуға түсе қалса той, немесе оқуды бітіре қалса той, 60, 70, 80, 50 барлық той аталады қазір. Енді не деп айтып? Жақсылықтың нышаны ма ата? Жоқ, жақсылықтың нышаны екен, барлықтың деп отырмын ғой, жаңа бұл бар болғаннан кейін жасайды тойды. Енді кезінде мысалы, кезінде той жасаған. Ал 30 күн ойын 40 күн тойын жасады деп бекер айтылмаған сөз. Бұл енді өткен 18-17 ғасырларда болған әңгіме. Енді мен бір мысал айта кетейін. Абылайдың астында шаппағанда атаның басында шаппайсың ба деген сөзі бар. Қазақтың қанына сіңіп қалған сөз ғой. Бұл да оңай нәрсе емес. Сол кезде жаңа ат шабыстар, жаңа қазақтың түрлі ойындары, көкпар барлығы да сол тойға келіп тірелетін. Мысалы мен өзімнің басымнан өткен мына Меркі ауданында бір тарихшы, үлкен өзімнің мұғалім ұстазы болған, өзімнің ауылымның ақсақалы, менің әкемнің сол ағалары болған, бедел 80-тігін ақсақал өткен. Жатқан ғұлама жаңағы әңгімешіл басында бәленбай ғасырдан өтіп кеткен барлығын жинап терлеп сөйтіп жүретін, әттең өкінішке орай жазбаған ол кісі, ауызша орысшада сөйлейтін аздап. Сол кісі айтатын, Сыпатай деген бабамыз болды. Енді Сыпатай баба баяғы жаугершілік кездейді, жаңа қалмақтардан жаңа соғыс кезінен кейінгі Ақылгөй, Данагөй ата болған. Сыпатай деген атамыз болған, өте ақылды кісі болған, бүткіл ел басқарған, бүткіл мына Ботбай деген атамыз бар. Соларды бастаған атамыз қайтыс болғаннан кейін, бір жылдан кейін Сыпатай атам ас береді ғой. Ас бергенде бізде Сарғау дейді, Меркі ауданына, Меркеге кетіп братсаңыздар, Аспара деген ауыл бар, соның етегі жағы өткен дала, ар жағы құмға жалғасып кетеді. Сол жерде 1000-нан астам үй тігілді деп айтады, рас болса. Сыпатай батыр атамыздың асына. Сонда соны Қоқаннан дейді, оны жаңа бедел атаматып отыратын. Қоқаннан, Бұқарадан, өзбек ағайындар оны өзбек демейді екен, басқа іші деп атайды ол кезде. Солар келіп тойға қатысқан ғой. Бұны бірнеше ай бұрын ескерткен. Сонау оңтүстік, солтүстік, сонау батыстан, кәдімгі жаңа Атыраудың ар жақ бер жағынан, мына шеті шығыстан, сонда өңкөй ақындар, жаңағы батырлар, барлығы сол тойға қатысқан екен деп естідім. Сонда жаңағы 1000-ға тарта үй тігілді дейді. Сонда жаңағы табақ тартады екен. Үйір жылқы сойылыпты. Атаның жаңағы үлкен баласы болған екен, енді бай болған кісі ғой да енді. Үйір жылқы дегенде сол кезде жылқыны аямай сойып атқан кезде бір ақылгөй кісі айтыпты. Бұла той бітеді, бір 5 күн 6 күн. Сенің кедей болып қаласың. Сөйтіп жаңағы Сыпатай атамның үлкен баласы бір 10 шақты үйір жылқыны тауайда жіберген екен, әтейі, көрсетпей елге. Сол кезде жаңа табақ тартады екен. Табақ тартқанда тек қана жорға мініп, жігіттер табақты үйдегі жорғамен апарып береді екен. Көрдіңіздер ме? Анау Туканың айтатыны бар ғой, аттар ортада таксабайт етіп жүр. Ұлан асыр той, қырғыз қазақ жиналып той берді, ас берді деп айтатыны бар ғой. Дұрыс болған нәрсе. Қырғыз демексің, сол кезде қырғыз ағайындар да көп келген. Бедел атам айтып отыр, өлеңдетіп айтып еді. Соны Самарқандтан келген өзбектер сол кезде насыбай атуды үйретіп кеткен қазақтарға. Білмейді ғой. Насыбай деген екенін оны бірыңғай айтып өлеңдетіп айтатын. Әттең өкінішке орай соны жазып ала алмай қалдық. Қызық қып айтатын өзі. Насыбайды үйреткен өзбектер бізге де. Бүгінге мынау астың түрі бар ғой, енді өзбек ағайындар енді асқа жақын ғой, шынын айтса. Қырғыз ағайындар ет десе, олардың енді мынау тамақтану мәдениеті бәрібір кішкене жоғарырақ қой. Сол айтпақшы, кезінде дүркірет той болған. Сол мен енді 2 тойды айтып отырмын, Абылай атаның тойын,
Есіпатай бабамның тойын айтып Қазіргі отырмын. тоймен Дұрыс, кезіндегі тойды да айтып отырсыз ғой. Енді қазір қазақ тойының қадірі кетіп бара жатыр дегенге қаншалықты Енді мен қадір кетіп бара жатыр дегенге мен басым дие қоймаймын. Осыдан бір соңғы 2 айда мен жаңа өздерің айтып отқан миллион деген тойханада 3 тойда болдым. Біреуі енді өздеріңізге белгілі, менің әріптестерім Жазира, Жанболат екеуінің балалардың үйлену тойы болды. Онан кейін менің балам өзімнің жаңағы енді шәкіртім Тоқтардың 50 жылдық тойын сол миллионында өткіздік. Онан кейін осы жақында ғана Тоқбай Көшербай деген өзімнің 3 жасар үлкен ағам бар, Меркілік. Соның немересінің тойын сүйерде өткіздік. Енді бір дастархан, екінші дастарханнан артық болып отырды. Онан кейін бір қуанғаным, сол 3 тойдың 3-і де халал, ішімдіксіз. Ал енді мына соңғы тойда мен байқағаным асаба менің жаңағы Тоқбай бауырымның тойында асаба бір өте бір шебер, жақсы, сөзге де ұстамы, керемет мақал мәтелдеп, ойын сауықтарды ұйымдастырып бір керемет асаба болды. Мен риза болдым, аты жөндерінен де айтпай қояйын. Өйткені асабалар көп қазір өте тамақты майдалап берді. Мысалы, қазақтың етсіз той бітпейді, оны белгілі. Алдында кішкентай балықтан кішкентай әкеледі бір әр адамға жеке-жеке. Онан кейін кішкентай тауықтың бір қанатымы бірдемесін әкелді. Онан кейін еттен бір қуырдақ сияқты азақ кішкентай бір жартының жарты жаңағы порция кішкентай. Мен ойладым, бұл қалай десем, қазір осындай деген бір жаңа дастарханның сондай мәзірі Францияда осылай жасайды екен. Форматқа өтіп жатыр екен ғой. Солай деп. Енді бір жағынан ол да дұрыс шығар енді. Ал енді тойдың берекесі кетті деп айтуға болмайды. Енді бекер айтпайды. Тойда жолығайық. Онан кейін Шаршасақ той деп шаршайық дейді. Иә, той деп шаршайық, шақыртып тойға келейік деген сөз бекер айтылмайды. Оның тойдың берекесі кетті деп айтуға болмайды. Ал енді менің бір үлкен ойым, бұл ойымды мен осыдан 20 жыл бұрын айтқам. Мына мемлекеттік кәдімгі оқу орындары бар ғой, жоғарғы оқу орындары, орта орындар. Мен мысалы Жамбыл мәдени-ағарту училищесін бітіргем. Мәдени-ағарту училищесі деген Қазақстанда қазір кемде-кем аз болып қалды қазір. Мынау біле естеймін, мына Қаскелеңде бар екен, бар болса. Сол мәдени-ағарту училищесі, мына Жүргенов атындағы академияда. Енді консерваторияны айтпай қояйын. Онан кейін әр облыстың орталықтарында үлкен-үлкен мемлекеттік университеттер бар. Соған кішкентай ғана факультет, асаба деген факультет ашу керек. Ол жерге үлкен қаражатты көп. Асаба деген кәдімгі мынау сахнаның кәдімгі жаңағы кәсіпкер актерларының бір кішкентай бір бөлігі деп айтуға болады. Жүрден оқып шықса. Мысалы өзі сияқты азаматтар көп көремей, не біттің? Мен академияны бітіргем, аға 15 жыл болып қалды. Қазір қайерде әртіс болып істейсің десем, жоқ, мен асабамын дейді. Көрдіңіз бе? Сол айтпақшы, бұл кәдімгі міндетті түрде керек болса. Енді Қазақстан мынау ақпарат жаңағы министрлігіне алтына құлақтар алтын сырға сондай бір факультет ашу керек. Ол жерге өздерінің сияқты кәдімгі тіс қаққан асабалар кәдімгідей сабақ беру керек. Міне сол кезде той мәдениеті, тойдың көркемдігі, тойдың жаңағы әдемілігі сол кезде айқын көрінеді деп ойлаймын мен. Тойға барып көңіліңіз толмай қалатын кездер бола ма? Болады әрине. Ол енді әр нәрсеге байланысты. Дастарханға кейбір асабалар қай-қайдағы айтылмайтын бір анекдоттарды айтып, халыққа пайдасы жоқ бір анекдоттарды айтып мазаңды кетіреді. Мысалы, осыдан жаңағы 30 жыл бұрындар шықты. Өзін шоу жасап, мен қазақтың ұлы актерімін деп өзінің атын атап жасаған бір азаматтар бар. Ол да сол енді қиратқаны шамалы бір концертке бардым мен әдейі. Енді масқара енді. Әжелер бір титімтай бір қазаққа бір рухани, бір мәдени байлық білетін түк жоқ. Біресе рекетер болып шығады, біресе ғана базардағы шалдар базарда жаңағы алданып қалады. Біресе бір-бірін соғып атқан. Енді сахна мәдениеті деген өте қиын ғой. Мына оны ұялмай-ақ мына орыстардан көп үйрену керек. Орыстың мысаларына Петросян Евгений Ваганович, сол сияқты көп Иван Иванович дегендер өтті, Сан Саныч деген. Солардан үйрену керек. Олардың әр айтып отқан репертуардағы жаңағы әр монологтары барлығы кәдімгі рұқсат берілген. Жаңа ақындарға, жаңа сатириктерге рұқсат беріп, онан кейін барып халыққа жеткізеді. Мысалы Петросян. Ал енді бізде не? Өздері ойынан шығара салады, табан астынан бірдеңе бола салады. Ол енді жеңіл әңгіме, жеңіл күлкі, арзан күлкі дейді ғой.
Ол енді онша жақсы емес. Соны асабаларға да мен айтатын ақылым, жаңа жеңіл қайдағы бір жаңағы мақалдарды айтқанша, кәдімгі ой толғантатын әдеме мысалы өзіміздің ұлы ақындарымыз бар ғой, Мұқағалидан бастап кеше Қадыр аға, Тұманбай ағалардың өлеңдеріне әдеме сипаттама бір шумақ, екі шумақтарын халыққа жеткізіп отырса, сонда мына тойдың сәні болар еді. Тойдағы ойындар туралы не айтасыз? Жоқ, той ойындар маған кейбірді ризамын. Қазір анау бейне көрініспенен неше түрлі сұрақтар қойылады. Мынау кімнің көзі деген мысалы, мынау кімнің аты, мына кісінің қандай еңбектері бар деген. Ол дұрыс енді, ол жаңалықтар. Ол жаңалыққа мен шоқ қарсы емеспін. Енді айтып отырмын ғой, қазір той баяғы тойлардан өзгеше, шынында өзгеше, болғанда өзгеше. Тіпті мынау концерттік үлкен бағдарламаларда да қазір әтей сценарий. Мен мысалы бір концертімде осы 50 жылда, осы соңғы 50 жылдық өзім шығармашылық кезімде әр концертіме мен соған сценарий жаздыратымын. Бұның бәрі халыққа ұғым, халыққа мағлұмат, халық оны ішінен тәтті жерлерін, әдемі жерлерін халық таңлап алады. Ал енді мысалы өзімнің шәкірттеріме мен көп ұрсам, ана сахнада не болса солай, қалай болса солай сөйлеп, өй, мен мына суым ішпеппін ғой, өй, мен бір терлеп тұр едім, бірден-бірден, ол жарасатын адамға жарасады. Ал мына жастарға өсіп келе жатқан мынау әншілерге ол жараспайтын нәрсе. Оларға айтам, сахнада ән айту үшін шықтың сен. Сөйле, әннің тақырыбын айт. Әдеме айттым тағы да, жаңағы ұлы ақындардың өлеңдер немесе бір ақындарға жаздырып, жаңағы аннотация әнге беріп, өнеге сахнаға айтуға болады. Әйтпесе шығатта қай-қайдағын айтып кеді, ана жерде менің ағам отыр, ағам деген осыдан ерді мен әпкем отыр, құдам отыр дейтін бір әншілер бар. Ол өте дұрыс емес. Сахна деген киелі сахна, сахна деген ол бетперде айна. Әртіс деген мына халықтың айнасы болу керек. Әртіске қарап ел бой түзейді. Киімін соған қарап бейімдейді, шашын соған қарап бейімдейді. Сойтпақшы сахна ойыншық емес. Дұрыс ата. Енді сіз бұлай енді жалпы қазір осы өнердің айналасында жүрген азаматтардың бәрі сізді әннің генералы деп атайды. Жалпы халықтың жүрегіне жететін ән қалай туады ата? Жоқ, ол енді ойнар, ол ойыншық нәрсе емес. Ол жүректен шықпаса жүрекке жетпейді дейді. Енді мен айтайын, о баланың атын да тауып болады. Осыдан 1-2 жыл бұрын белгілі әжептәуір әдемі әндері бар. Өзі маған жерлестікте бір сыңайы бар. Звондайды, Алтеке, қалай жағдай? Мен айтым, жақсы айналайын, жақсы. Не болды? Ой, мына пандемиядағы жақсы болды аға. Пандемия кезінде жұмыс жоқ, іштегі жоқ, үйде жатып 500-ге тарта ән жазып тастаппын дейді. Мен айтым, қайталап айтшы десем, шын айтам аға, мен 500-ге тарта ән жазып тастаппын дейді. Айналайын, көкетай дедім. Сенің мен ананыңды білем, мынаныңды білем. Атын тамай-ақ қойын, аңғайсыздарым қалар. Ой аға, ол бері жағы дейді, бір телефоным жоғалтып адым, ол жерде 200-дан жоғалып кетті, әтпесе 700 ән жазым. Ән шығаратын машина дейік. Ол ән жазу деген ол ойыншық емес. Мысалы, бір мысал айтайын. Асанәлі ағамыз, аяулы Асанәлі ағамыз, енді ағаның кеткеніне көп болған жоқ қой. Мен жақсы араластым ол кісімен. Осыдан 10 жыл бұрын аға, жаңа жеңгем Бағдатеге отырған кезде айттым, ағатай, ол кісі менің атын татаған емес, Алтошка дейтін мені. Ағатай, бір сізге сұрағым бар дедім. Қандай сұрақ, Алтошка деді. Мен айттым, сіздің тағдырыңызға байланысты. Мені Дарнауын көп жазбайым дедім. Емізде Кен Назарбаев бағанда жаздым, Нұрғысат Тілендиевке жаздым, Мақатаев Қардамайды жаздым. Ал енді мен сізге көзіңіздің тірі кезінде бір Ардамайды жазсам, сіздің тағдырыңызға байланысты. Қарсы емессіз ба дедім. Сөйтем, жеңгемді өзді, жоқ, Алтошка, қарсы емеспіз деді. Қасымда Жүрсін Ерман отырған, мен айттым, сөзін ол Жүрсінге жаздырам. Соны 5 жыл жазды бой. 5 жылдай жаңағынен күндізін соған қарап отырған жоқпын. Көңілме келмейді. Жұмыста отырсам, үйге домбырамды алам. Келмейді. Осы күндердің күнінде, осыдан бір 7-8 жыл бұрын, жаңа Құлыным деп атаймыз қазір сол әнді. Құлыным деген ән дүниеге келді. Әнді сонда 5 жылдай мен жаздым. 3 жыл жарайды, 5 жыл демей қойайын. Ән дайын болған кезім кабинетінде отырып, кішкентай домбырамен тыңғылдатып отырып, алғаш 1-2 шумақ өзім жазам. Бірақ оны жоңдетем, кейін Жүрсінге звондадым. Жүрсін бауырым, осыдан өткендегі, осыдан 3 жыл бұрынғы өде берген ән дайын болды. Ой, сен де Жүрсіннің тілін білесіңдер ғой. Ой, сен де 3 жыл адам ән жазам екен, сен де қойшы. Соның енді ырғағын алшы дедім де ырғағын айтып бердім, бір шумағын. Енді ағаның тағдырына байланысты айттым. Телефоны қоя салын, ойымда түк жоқ. Сода басқа шаруам келеді. 20 минуттан кейін звондайды.
алтыға дайын болды. Кетейік, қалай дайын болады? 20 минутта міне ақын, оған Алла тағала өзінің басына компьютеріне Алла тағала беріп қойған. Тақырыбын айтсаң, ақындар ұйқасын келтіреді дағы, шұбыртпа ұйқасы ба, аралас ұйқасы ба, қайым ұйқасы ба, сол ұйқасына келтіріп, қанша буын, 8 буын ба, 11 буын ба, жазып бере салады. Мені 20 минут жазды, мен енді сіздерге ашық алаңға шығып отырмын ғой, бұны мен кез келген жосын айтам. Мен звондадым анаған, жазып алдым, сөзі, шынын айтайын, әннен артық. Керемет сөздер, тыңғадың шығарсыздар. Бұл әнді енді Асанәлі ағаның өзін орындаттым. Өзіне 2 күн үйіне барып, домбырамен шертіп отырып, ағаға үйреттім әбден. Сіздің әніңіз екен ғой. Содан үйретіп, өзім студияма алып келдім. Хамид деген азамат, жаңа студияның төрағасы, пультта отыратын. Шын айту керек, 1 сағаттағы жазып кетті ғой. Бұны өмірі сахнада бір микрофонға сөйлемеген Асанәлі әшім 1 сағатқа жеткен жоқ. Мен бірақ бер жағынан бүйтіп қолымды ербеңдетіп, дирижет етіп, түсіндіріп айтып отыр. 40 минутта аға жазып бітті. Қазір мен өте қуанам. Аға өзінің өлілгенше осы әнді сахнаға шығып, көп рет орындап кетті. Әттеңінде клип түсіре алмадық, бірақ ол ағаның кәдімгі үлкен бір табысы, жеңісі деп айтар едім. Сол айтқандай ол композитор, ән жазу, сазгер болу оңай нәрсе емес. Былай қарасаңыз, жарты сағатта, 1 сағатта аранжировка жазылса, 20 минутта сөз жазылса, ән деген 3 жылда туды дейсіз ғой, 3 жылдан да көп ау. Мысалы, менің Қарапима деген бір толғауым бар. Бұның енді авторы Ұлықбек Сөйлетіп, мен белгілі ақын демеймін, оны өзімше ұл ақын деп қоямын. Енді үлкен ақын ғой, үлкен жүректі ақын. Сол толғауды 7 жыл жаздым, сенсеңіздер. Онан да Алмамын Жолова 98 жылы халыққа жеткізді ғой, Алмаға рахмет. Мен өзім орындауға жоқпын әлі. Бірақ ән дайын болған, 7 жылдан кейін дайын болды. Ұлықбектен рұқсатын сұрап, бұл жаңа Қарапима деген поэма. Бір 80-90 неден тұратын, куплеттен тұратын. Бұны мен копиры жасап, 14-13 минутқа ыңғайлап, Алмаға үйреттім. Мені онда сол 7-8 жыл жаздым. Ән менің іштен тоғын балам сияқты. Мен айтам, ән сатқан адам, баласын сатқан мен бірдей деймін. Бұл енді Құдай кешірсін. Енді менің әріптестерім, інішектерім ән жазып жүрген маған өкпелеп қалуы мүмкін. Өйткені олардың табысы сол болуы мүмкін. Осыдан бір 30 жыл бұрын енді Әсет Бейсеуов деген аңызға айналған композитор ағамыз ғой. Алматыда жолықтық, мен келгенде шай ішіп екенбіз. Мен айттым, аға тек шүлі көп жазасыз дедім. Енді әзілдесіп әңгіме айтып беретінбіз. 500 әніңіз бар екен, оның бәрін қалай жазды? Алтынбек дейді маған. Сен директорсың. Сен директор болғалы 30 жыл болды. Сенің айлығың бар, сенің гонорарың да бар. Көбінесе айлығың бар. Мен ішегі жұмыс істемеймін. Ал біздің мәдениет министрлігінде 1 айда 1 ән қабылдайды. Ол әнге мен 150-200 теңге ақша аламын. Кетемін. Өтірік болса ән жазып апарып беремін дейді. Енді әнмен ойыншық жасауға болмайды. Енді кейінгі жаңағы айтқан әнелерім 700 ән жазыпты ғой. Қазіргі тойда орындалып жүрген, халық билеп жүрген әндер бар ғой, соған көңіліңіз тола ма? Сол әндерге. Енді қайтеміз, халық жеңіл желпі ырғаққа әуес, ол енді заңдылық енді. Уақытша. Енді аттарын тағатамай қойайын, ондай әндер уақытша ғой, уақытша. Енді кезінде шошыңдап билеген әндердің көбісі қалып қалды қазір. Басқаша бір ырғақтар шығып жатыр. Сойтпақшы ол енді, ал енді классикалық дауыста сахнаға шығып той томалақтан айтып отыр, халық домбырамен ән айтса қазір ұйып тұрып тыңдайды, шапалақ ұрып тұрып тыңдайды. Сойтқандай енді бұл әнді жазу, әнді тыңдау деген ол үлкен бір өнер. Қазір енді заман талабына сай адамдар концертке баруға уақытысы жоқ, театрға баруға уақытысы жоқ. Бір тойдан барып демалады ғой. Дұрыс, тойлардан демалып қайтатындар көп. Тойға барып демалған кезде кейбір әншілер бар ғой, жаңа келіп спортивкамен келіп өлең айтып кететін әншілер бар. Немен? Спортивкамен келіп өлең айтып кететін әншілер бар. Киіп жүрген, киіміне кіре салатын әншілер. Одан кейін анау сахнаға концертке барсақ мысалы, жақында бір концертке бардық. Әншілердің жаңағы шаш үлгісі де көшеде жүрген сияқты, шыққан өлең айтып жатқан образдары да жаңағы көшеде киіп жүрген киіммен шыға салған. Повседневный күнде үйде киіп жүрген. О жөніне жаңа айтып кеттім ғой. Сахна деген айна, әртіс деген айна.
әртіске қазылап бүткіл халық, ел, жастар әсіресе бой түсейді. Оянаның киімін қарашы қандай керемет. Кеше мысалы үлкен концерт болды. Қарақат пен Қыдырәлінің концерті. Авторлық Қарақаттың 25 жылдығы. Енді кеше ғана жаңағы патик таққан кішкентай жап-жас қыз еді. Енді 25 жыл өтіп кеткен, өзімізді таңғалдық. Мен барып алдыңғы қатарда отырды. Мен, Тұңғышбай, анау Еренғайып бәріміз бірге отырдық. Сол жерде бір уақытта кім шықты? Меруерт. Ойбай, Мәдина Садуақасова. Енді Мәдина өзді бұлай керемет сымбатты барлық жағдайынан енді өте керемет қарындасымыз ғой. Бір ән емес жартаған айтты, бірақ үстіндегі киімі керемет еді, маған ұнады. Енді бағасын айтпай ақ қояйын, әжептәуір бір-екі тойдың сендердің бір 5-6 тойларын ғана шығар. Сол айтқанда жартақ өлең айтты, ана мен костюміне тек риза болдым. Сондай керемет дәмді қыз істеңіз. Ал енді оны көрген сахнада мына залда отырған жақсы өзіміздің қарындастарымыз, мына костюмді маған да тігіп алу керек деп ойлады. Көрдіңіз ба? Артист иә, көріп тұр. Артист деген айна деп пекер айтпаймын ғой. Сахна деген айна, сахна киелі тағы да айтамын. Ал сахнада шошаңдап қалай болса солай жаңағы жең шолақ бір деуменен жаңағы қысқа етек көйлекпен шығып шошаңдап ол шыққан ол маған мысалы өте ұнамайды. Енді жалпы енді той мәселесі болғаннан кейін той жайлы тағы бір сұрақ қояйын. Иә. Енді сіз көпті көргенсіз ғой. Енді бұрынғы асабалар мықтырақ па, әлде қазіргі асабалар? Жоқ, енді шынын айту керек, қазіргі асабалар мықты. Баяғыда бүткіл осы өңірге бір-ақ асаба, оның өзі бір күні бір-екі тойға барып кететін кезеңдер болған. Аттарын ұмытып қалдым. Осы жерде бір менен де үлкен жасы үлкен ағамыз болған. Мен соны Таразға алып бардым. Енді қазақтың мақалдап, мателдеп жаңағы сол мақалдары ұнайды маған. Ал қазіргі асабалар жақсы. Өзім бір 3-4 таңдаулы асабаларым бар. Өз тойларыма, өзімнің ағайын туысқан достарым тойларына соларды жаңа өзім айтып отырам. Қазір енді жаңағы баян домбырамен этно ансамбльдер де бар, жаңғырып жатыр. Кеше ғана мен барып интервью бердім, өздерің сияқты бір екі әнімізді жазып кеттік. Менің Әгугай домбыра деген Сырғалым деген әнімді жаңағы Әгугай деген топ шықты ғой қазір. Жаңағы кімнің, Жазира Жанболаттың несі. Ата деп жандары қалмай бәрі бемен суретке түсіп жаңағы әнді қосылып айттық. Сырғалымды Әгугай домбыраны. Осы сияқты кәдімгі бүйтеді жетекшісі. Сырым ғой деймін ата. Ата дейді, біз ешкімнен бір тиын ақша алмаймыз дейді. Мемлекеттен дейді. Біз өзіміздің күшіменен сол той томалақтан тапқаны жаңағы өзіміздің продюсер ағаларымыз, жаңағы Жанболат, Жазира, солар бізге айлық береді дейді. Енді осы сияқты қазақтың жағдайын жақсарған осы деп айтуға болады ғой. Осы сияқты ансамбльдерге бар. Алатау селілер қандай керемет. Бәрі де тойды гүлдендіріп жібереді. Мысалы сіз тойға жаңағы ақша алмайсыз ғой енді тойға шықпайсыз да. Иә. Енді қазір мына өнер ақшаға жұмыс істеп кетті ма, қалай болды өзі? Енді оған мен ештеңе айта алмаймын. Мысалы біреулердің бағасын сұрап, сенің бағаң қанша, сен қаншалап жүрсің, біреудің қалтасына түсіп әдепсіз жасаған адам емессің. Мен тіптен өзімнің шәкірттерімнің не алып не қойып жүргенін білмеймін. Бір құрдасым айтады, ой Алтеке, сенің шәкірттерің көп, солардан бірден алып тұратын шығарсың. Ей көке, әлі күнге шейін мен соларға берем дейді. Мен ешкім ештеңе алып көрген адам емес, бүйтіп айтпаңдар. Оларды өз еліне басып қалды дейсіз. Мына Мейрамбек балам, мына 90-шы жылдары студент қой. Ең алғаш деген бір өзінің теледидарында айтты, ең алғаш көке алып берген маған машина, бір Мазда деген машина алып берген. Бүгін келеді, мен филармония директорымен Сүйенбай атында. Bir күні кепті, жаңағы спортивный костюм киіп алған, қасында біреулер бар. Көке, құлағыма солай бензин ақша беріңізші дейді. Жасыра өзіне де айтамын. Жоқ, оларға мақтанып отқан жоқпын. Машинасы кіркіремін, не болды? Қаяққа жудым машинаны deyip кекетіп. Көке жумадым деп қойды жаңа. Сол айтқандай қазір олардың бір үлкен азаматтап кетті ғой енді. Қазір баяғыда бізге көкелеп тұратын, қазір мен балам деп бәрінен жатыңдап қараймын. Осылардан қандай осы бір қызық көрсем екен, бірақ жаңағы ақша жібердемін жөнден еш уақытта аузымды ашып олардан ештеңе сұраған емеспін. Дұрыс ата. Енді дұрыс қой, өмір деген өмір деген алма кезек қой. Баяғыда Арман Дүйсенов ағамыз енді ініңіз ғой. Марқұм болып кетті сол. Мен балам ғой, балам сияқты көкеде. Ол кісі де композитор ғой. Иә. Бір күні студиясына барып қалдық ата. Сөйтсек бардық. Енді ол кезде жаспыз ғой.
17-18 жастамыз ба, әнші боламыз деп жүрген кез ғой. Бір ағалардың андай бір әңгімелері болып жетті. Ой, сенің даусың жақсы, мен саған спонсор боламын, анау деп. Арман Дүйсенов ағам студиясына барамыз, кіргізіп алып, қасымда Жұбаныш деген досым бар, екеуміз отырып, әннің бәрін көрсетті. Мынандай ән бар, нені қосып алып, клавишпен былай көрсет, қалтамызда бір тиын ақшамыз жоқ қой, шыны керек ше. Соны тұрып, кейін айттым мен Арман аға, негізі спонсор боламыз деген ағалар бар. Қазір данный момент ақша жоқ деп. Мынау $2000 тұрады, мынау $1000 тұрады деп көрсетіп жатыр ғой енді. Сөйтсе кейін барып айтады, жігіттер дейді, мен бұған ренжімеймін дейді. Ұрсаң, шалдыр дейді да. Ал баланы ұрсаң ертең кім болатынын білмейсің ғой дейді. Мен сен ертең алдыңа барып тұрам ба, кім біледі дейді да. Артыңызда енді қанша шәкірттеріңіз бар, бәрі ел танитын, ел сыйлайтын деген сияқты. Өзіңізден жаңа айтып жатырмыз ғой, әннің генералы деп. Қазақтың өзі сіз сияқты абыз, жаңағыдай халыққа айтары бар, сондай азаматтар көп болсын. Айдар екеуміз арнайы. Жақсы, рахмет. Аман болыңыздар. Тағы да айтам, той қыласын жігіттер, ол той жамандығы болмайды еш уақытта. Қолдан келсе той жасаңдар, бірақ тойдың сәніменен, әріменен, әдемелігімен жасау керек тойды. Тағы бір сұрағымыз бар да. Өмірде қатты өкінген сәтіңіз болды ма сіздің? Жоқ, өкініш деген әркімде болу керек қой. Өзі қарама-қайшылық деген ол әр уақытта болып тұрған дұрыс. Өкініш те болу керек, қуаныш та болу керек. Бірақ мен көп өкіндім деп айта алмаймын. Мен кішкентай ғана Қызылсай деген ауылдың бір қой бағатын қойшының баласымын. Аштықты да көрдім, тоқтықты да көрдім. Бірақ аштық дегенде шілей аштықты көрген жоқпын, қарным ашқан жоқ. Сол әке-шешемнің арқасында, елдің арқасында. Өкініш қандай өкініш болсын? Ол майда-шілей өкініштер, ол кетеді. Кейбір азаматтарға бір өкпелеп қалатын кезеңім болады. Кейбір бір өзін ұлы композитормын, ұлы ақымын деп жүргендерге өкінішім болады. Кейбір композиторлар, мысалы өзім бір құрдасым бар, қызғаныш болғанда аузынан тар қимылдамайды. Тары дөңгелеп түспейді, қызғаншақ өтті. Жан жағындағы балаларында, шәкірттерінде атын айтып кетемін мен. Егер уақытты артқа қарай жылжытсақ, нені өзгертер едіңіз? Өмірде нені өзгертем? Енді тағы да айтам, қазір Құдайға шүкір, мынау адалдық. Адалдық деген өзі үлкен бір дүние ғой. Үлкен дүние. Өтірік айту, біреуді алдап соллау, жаңағы өзің қолының арызын айландырып кету, алдап соның бірдемесін иеленіп кету деген өте жаман әдет қой. Қазір адал. Мысалы, мен ішігеден қорықпаймын. Далаға мысалы, жаңағы ұялы телефоным столдың үстінде қалдым, қайтып келсең стол орнында тұрады. Мысалы, мына үлкен вокзалдарда чемоданмен жүресің ғой. Чемоданын қойып кет, 2 сағаттан келіп чемоданның орнында тұрады. Бұл енді өте жақсы қазіргі жағдайда. Оның кейін мен қазір риза болатым, мына сахнада да, оның кейін жаңа өздерің басқарып жүрген тойханаларда да асабалар, сахнаның жаңағы кәсіби актерлар, әртістері ішімдікке жоқ қазір. Барлығы сахнаға тап-таза, тап-тинек қойып шығады. Осыған ризамын. Осыған мен келешекке, болашақ өзімнің шәкірттеріме айтатын ақылым. Ондай жаман әдеттерден аулақ болу керек. Бұл енді өнер деген айттым ғой, тағы да айтамын. Сахна жастықты сүйеді. Менен көп сұрақ қойды. Ата, сізді көрмей кетті қой, телевизордан көрмей, сахнадан көрмей. Мен көке дедім. Мен сахнаға шығам, тек қана өзімнің берей тойларымда. Мен 75 жасымда, мысалы Астанада, Таразда, Алматыда дүркіретіп, бүткіл шәкірттеріме үлкен концерттер қойдым. Ал енді мен ауыл-ауылды аралап, қалағанын аралап концерт қойған емеспін. Болады кейбір кезде бір, енді өзім қазақ концерт ұжымында қазір жұмыс жасаймын. Аға мынандай концерт, мынандай, мысалы былтыр Сағын Малматымда концерт болды, менің әнімнің атынан. Шығып Сағын Малматымда әнін айтып бердім. Сол сияқты анда-санда бір шықпасам, сахнадан құмар емеспін. Тағы да айтам, сахна жастықты сүйеді, біздің жастарымыз жасасын. Қазақ өнері еш уақытта өлмейді. Болды. Көп сұрақ қойындар енді болды. Бәрі айтылды. Дұрыс ата. Енді керемет сұхбат болған сияқты ата. Суретке түсіңдер.